Осы Бұланты Білеуті шайқасына қатысты 2019 жылы қыркүйектің басында барлау экспедициясына барғанымызда Бұланты мен Білеуттің арасында Тоқберген деген өзен бар. Сол Тоқберген өзенінде 100 шақты тама батырларының қорымы бар. Сол тама батырларының қорымына барған уақытта екі жазу белгісін таптық таңбасымен. Ол яғни екі көлденең сызық таманың таңбасы және біреуінде Бисмиллахир-рахманир-рахим, Я Алла йол деген тұмартас ретінде жазылған. Бұл шайқаста қаза тапқан мыңбасының тұмартасы болу керек. Бір әулие жыраулардың қолынан шыққан аманатта болса, әскерің мен аман орал, тіл көзден, жаудан апаттан аман бол деп қолына табыс еткен бір қасиетті бабаларымыздың кезінде қолымен қашалған сол жаңағы жерде табылған тұмартас үш қырлы болып келеді. Бір жағында таманың таңбасы болса, бір жағында Бисмиллахир-рахманир-рахим, Я Алла йол дейді. Яғни қаһарлы қалмақ қырылған шайқасының алдындағы Аллаға жалбарынышты, Аллаға сыйынып аттанған. Жалпы қазақ батырларының жаңағы кереметтігі кезінде әрқайсысы жорық алдында намаз оқитындары намаз оқып, дәрет алатындары дәрет алып таза шығады екен. Яғни отан қорғау жолында опат болып шейіт болып кетсем, о дүниеге таза кетейін деген ниетпен қазақтың дін мұсылманды дүзу дұрыс ұстанған заманда сондай жағдайлар болған. Ал екінші бір жаңағы тама таңбасы бар таста арабша жазу шықты. Оны ұстазымыз Амантай Исалы Исин орта ғасырдың маманы жаңағы көне қадым араб жазуын оқытқан кезде бұл жерде Арынбай деген батырдың есімі шықты. Яғни жаугершілік заманда жорыққа аттанып бара жатқан бабаларымыз мыңдықтың ішінен шығын болған 100 сарбазын жерлеп, оның арасындағы негізгі мыңбасы жаңағы батырының басына жаңағы тұмартасын қойып, онан кейінгі бір белгілі батырының атын жазып, ру таңбасын қашап кеткен сияқты. Өйткені кейінгі ұрпаққа іздейтін болса, яғни белгілі топ бастаған адамдарымен кеткен қолбасшыларымен осы жерден кейінгі ұрпақ ел тауып, сол жаңағы ажыратар. Сол кейінгі ұрпақ келіп, осы басымызға Құран бағыштар деген ниетпен, асығыс қысылтаяң жағдай болса да, жаугершілік заманда негізгі батырларының есімін, негізгі қатысқан ру таңбалардан, жаңағы ру тайпалардың батырларының кімдер қатысқандығын білдіру үшін бірнеше жаңағы ру тайпалардың өкілдерінің бар болғандығына байланысты солардың таңбаларын тасқа қашаған. Бұланты Білеуті шайқасына қазақ жағы да, жоңғар жағы да дайындалған. 1727 жылы Бұланты Білеуті өзендерінің арасында Ұлытау жерінде өткен шайқасты осында екі жақтың келіп шеп құрып шайқасқа түсетіні анық болған. Себебі Түркістанды, Ташкентті, Ақтабан шұбырынды да жаулап алған қалмақтар енді қазақтың сарыарқасын алуға беттейтін жаңағы жорық жасаған. Сол жорықты Ташкент, Түркістанды жаулап алғаннан кейін негізгі қолбасшылықты Қалдан Серен өзі ұйымдастырған. Онан кейін Ақтабан шұбырынды кезінде Шу жерін жаулап, жайлап жатқан Ноян Дода Доржо деген қолбасшы болған. Онан кейін мынау Сарыарқаның бір шеті Нұра жеріне дейін кіріп, жаулап, жаңағы бір түмен әскермен орналасқан сол уақытта Әмірсана болатын. Осы Әмірсана, Ноян Дода Доржо және Қалдан Сереннің жорықты қолбасшылық жасап бастап келгендігі анық. Ал қазақ жағы Түркістан, Ташкенттен айырылғаннан кейін 1724 жылдары Сырдың орта ағысына қарай ығысқан. Сол Сырдың орта ағысынан Шұбар теңізі арқылы Қарақұмды беттей өтіп
осы Шұбар теңіздің жағасында алғаш қуып соңдарынан келген Шонадоба қолбасшының әскерін талқандап бір жеңіске жеткен. Онан кейін ол 1726 жыл, сосын 27 жылға дейін Кішітау, Ұлытау жерлеріне өтіп, қару-жарақ соғып, сауыт саймандарын дайындап, сол жоңғарға қарсы тұратын жоспар жобасын жасап, Кішітаудың бер жағында Ұлытау ауданының Ақтас дейтін ауылынан 20 шақырым жерде Хан төбе деген төбе тұр. Сол жерде биіктігі 600 метрден асатын ұзыннан созылған жота Хан төбе деп аталады. Хан төбеде Болат хан, Әбілқайыр хан, Сәмеке хан, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Бөкенбай батыр, Тама Есет Тархан, Малайсары батыр, Жәнібек батыр барлығы бас қосып хан кеңесін өткізіп, сол хан кеңесінде жорықты қай жағынан бастау керектігі жөнінде ақылдасқан. Яғни хан төбеде хан кеңесін өткізген кезде алдымен барлаушы топтарын, жүздіктерін жаудың тылына жіберген. Сол жаудың тылына барып қайтқан жергілікті жер жағдайын мықты білетін батырлардың бірі бағаналы Сарғалдақ Түктібай батыр қолбасшылық жасаған топ жаудың арасына қарай жақындап барып, олардың қаншалықты қай жерде орналасқандығын біліп қайтқан. Сонан кейін осы хан төбеде әрбір қолбасшының лек-лек бөлінген түмен әскерлерін, мыңдықтарын, жүздіктерін жау жағына қарай бағыттап, Бұланты бойынан шеп құрып, Білеутіге қарай 150 шақырымда үлкен қиян-кескі, жан алып жан беріскен шайқасқа түскен. Бұл шайқас бір айдан артық шайқас болған. Осы өңірден табылған тастағы бір батырдың құлпытасында Бұланты шайқасына 6 рет кіріп шыққан, 4 тараптан әскер жинаған деген жазу бар. Яғни өзіңіз шамалап қараңыз, 4 тараптан әскер жинаса, Бұланты шайқасына 6 рет кіріп шыққан болса, яғни бұл бір айдан кем емес. Одан да ұзаққа созылған текетірес қазақтың құнарлы, қасиетті мына өлкесі Ұлытау жерін жаудың қолына бермеу мақсатында, яғни қазақтың дербестігін сақтау, халқын, елін сақтау мақсатында батыр бабаларымыз үлкен қаһарлы қалмақ қырылған шайқасына түскен. Сол шайқаста жеңіспен оралып, арасында көп шығын болса да, қазақтың тұтастығын сақтап, жерінің азаттығын сақтау үшін ең алғаш рет ірі көлемде тойтарыс берген Еуразия құрлығындағы айтарлықтай шайқастардың бірі деп айтуымызға негіз бар. Бұланты шайқасына қатысқан батырлардың құрметіне 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты Бұланты кешені ашылған. Ол Жезқазғаннан 160 шақырым жерде Байқоңыр дейтін ауыл бар. Ұлытау ауданының шеткі Қызылорда бағытындағы ауылы. Сол Байқоңырдың ар жағында 20 шақырымда Бұланты өзені жатыр. Сол Бұланты өзенінің оң жағалауындағы биіктікке Бұланты кешені ашылған. Осы Бұланты кешенінде Бұланты шайқасында ерекше көзге түскен, қолбасшылық жасаған мыңбасы, жүзбасы, түмен басы сардарларға арнап ескерткіштер қойылған. Оның көбісі кейінгі ұрпақтарының, ел азаматтарының атынан қойылған ескерткіштер. Мысалы 2019 жылға дейін 16 ескерткіш қойылса, 2020 жылы тағы да 11 ескерткішпен толықты. Биыл мысалы Қазақ хандығының 555 жылдығына байланысты Қаракерей Қабанбай батырға, Қанжығалы Бөгенбай батырға, Тама Есет Тархан батырға, Жылқаман Жылқайдар батыр, Сартай батырлардың ескерткіштері қойылды. Яғни жау жүрек мың балада қатысқан, мың баланың ішінен сол жорықтарда аман қалған Жылқаман Жылқайдар, Сартай батырларға ескерткіштер қойылды. Әлі де бұл жерге ескерткіштер шоғыры толыға түсетін болады. Хандарға, билерге, жырауларға, кейін батырлардың тағы да ұрпақтары, елдің азаматтары келіп қоятын ниеттері бар. Яғни Ұлытау президентіміз Қасым Жомарт
Кемел Тоқаев айтқандай, Ұлытау ұлттық туристер форумында сөйлеген сөзінде, бұл қазақтың хандары мен батырлары жүрген, алқалы кеңестер өткен қасиетті жер. Сондықтан осы Ұлытау аймағын қазақ халқы көзінің қарашығындай сақтап, қадірлеп, ондағы тарихи ескерткіштерінде отандық және әлемдік туристерге таныстыру үшін туристік аймақ ретінде дамытуды тапсырма ретінде ұсынған болатын.